Кенесарының баласы Ахмет Кенесарұлының қолжазбасы. Бұл таяуда табылған. Бір қате жоқ. Сол сөздерді жазуында, сол қалпында. Қарақшылыққа шыққан жауынгерлерді түркменнің бетін қайтарған. Бірақ Ресейдің қару-жарағын үсен ғой. Ол қаржыландырған, Ресей өгесе, ол бекер емес қой. Алясканы сатып берген, кейді ұқпайды ғой. Неменеге Америкаға бере сал. Ол қаражат. Орта Азиядағы соғысты қаржыландыру керек қой. Өзі 70-ке толған адамның уақыты алда енді бұлай шектеулі болады ғой. Мына Кенесарының баласы Ахмет Кенесарұлының қолжазбасы. Бұл таяуда табылған. Таяуда болған дейді. Онша көп емес. 2004 жылы шығыстанушы, белгілі мына орта ғасырлар зерттеуші ғалым Игорь Зайцев Мәскеуде, Мәскеу мемлекеттік мұражайында, музейінде сонда сақталып тұрған қолжазбаны тапқан. Бұрын тарихта бұл қолжазба жоғалып кеткен деп есептелетін. Бәрінің қолданатыны, енді бәрінің болғанда зерттеушілер бар ғой енді, көп болмаса да. Олардың қолданатыны мына Смирновтың Ташкентте 1889 жылы сол басып шығарған. Соны негізге алады. Бізде мына бізде тәуелсіз Қазақстан жағдайында 92 жылы екі аударма жарық көрген. Екі аударма емес, бірі орысша сол қалпында шықты, қайта басылып, сосын екінші қазақшаға сол орысшадан аударылған болады. 92 жылы. Енді одан бергі біраз уақыт өтті, көріп отырсыз, мына 2004 жылы қолжазба табылыпты, бірақ Зайцев оны бірден жариялаған жоқ. Өз жұмыстарымен жүрді де 2016 жылы ғана жариялады. Енді Бақытжан Бұқарбай осы қолжазбаны мен өзім жеке аламын музейден, ана біреудің тапқаны қолданғаннан емес, өзім сатып аламын музейден, сосын соны аударыңыз деп. Біраз уақыт өтті. Сол қолжазбаны ол алғанша, сатып алып жолдағанша. Сосын ақыры маған жолдады, уақыт аз қалып деді. 2 айдың ішінде осыны аударып біз жариялауымыз керек дейді. Енді ол көлемді ма? Қалай өзі? Ол енді сонша көлемді емес, сонша көлемді емес, бір 60 беттей болады. Сосын бір кереметтігі, сол Ахмет Кенесарұлының сауаттылығына көзім жетті, толық. Қарап, парсы тілдеріне жетіп білген. Бір қате жоқ. Сол сөздерді жазуында, сол қалпында. Қадым жазуында білесіз, ол қазіргі төте жазу сияқты емес, қадым жазуында кәдімгідей қалай жазылған арабша, парсы сол күйінде беріледі сөз. Ешқандай дыбысталу болмайды, басқаша жазу болмайды. Дәл солай берген екен. Бір не жоқ. Соның сауаттылығына көзім жетті. Өйткені ол кісілер жас кезде Ахмет Кенесарұлда, Сыдық Кенесарұлда олар сол білім алған. Шығыс білімде. Екеуі де білім алған. Екеуі де терең білім алған. Бір таңғаларлық нәрсе, ол мына Сыдық Сұлтанның сол азаматтығына байланысты және адамгершілік қасиеттеріне байланысты болды. Бұл орысша аудармада байқалмайтын. Ондағы түсініктердің өзі кереғар болатын. Авантюрист деген сияқты Сыдықтың істерін ұқпады. Бұрынғы сол зерттеп жүрген кісілер. Тіпті мына бергі өзіміз мына қадірлейтін ресейлік жас тарихшы, өнімді тарихшы Почекаевтың өзі түсініктен бергенде баяғы екі авантюрист кездесіп өздеріне жас төкті деген несі бар. Ол Сыдық Сұлтанның түркмен сарбаздарымен кездескендегі бір эпизод. Переговор ғой. Сондай түсініктен берген. Ішінде шығарманы оқып қарасақ, Сыдық оларға кәдімгідей тәрбиелік мағынада жандарын тебіреткен. Қарақшылыққа шыққан жауынгерлерді түркменнің бетін қайтарған, дұрыс еместігін ұқтыра білген, өз өмірінің мысалдарын келтіріп, өзі қалай күресті, қандай қиындықтардан өтті, қандай сол адал күресті өзінің қарсыластарымен, жауынгерлермен. Ал енді бейбіт тұрғындар, немесе олар ешқашан қарақшылыққа бармаған. Мен осы қасиеттерін ұқтыра білді. Сосын тағы бір не бар, сосын бірнеше рет сондай эпизод бар. Көрініс сол Ахметтің баяндауында түркмендерді соларға қарақшылық жорттарынан тоқтатады. Бір рет тіпті өзінің өсіп тұрған егінін соған қоя береді. Азықтандырыңдар, аттарыңды, жылқыларыңды не керек деген сияқты. Солай қайтарады. Керемет. Адамгершілік қасиет деген ғажап Сыдықтың. Ол адал күрескен жауынгерлермен, бұл жағын Ресейде көрген, бағалаған. Ешқандай бейбіт тұрғындарға бармайды, жаппайды, тек қана регулярно кәдімгідей жасақталған әскермен шайқасады.
бірақ Ресейдің қару жарағы үстем ғой. Иә. Зеңбіректері, мылтықтары бәрі дайын. Ол қаржыландырған, Ресей өгесе, ол бекер емес қой. Алясканы сатып берген, кейде ұқпайды ғой. Неменеге Америкаға бере сал. Ол қаражат. Орта Азиядағы соғысты қаржыландыру керек қой. Жарақтандыру керек. Міне сол үшін алыстағы Алясканы қайтеді деген сияқты. Кейін өкінер, бірақ қаражат керек болған. Алып империя болса да, сосын мына Орта Азияны жаулап алу үшін. Орта Азия мемлекеттерінде мүмкіндік жоқ. Сыдық енді көрдіңіз ғой, империямен қаншама соғысты. Ташкент, Бұхар әмірлігінің әскерінде басқарды, Қоқан хандығының да деген сияқты. Түркмендердің де азаттық күресіне себеп болды. Түркмендер оларды қатты қадірлеп Сыдықты. Ол Сыдықты енді бар ғой, Гүлжамал ханым бір ұзақ уақыт қонақ қылады ғой. Ондағы керемет тұлғалар болған. Адамгершілік қасиеті Сыдықтың сол ұнаған бәріне. Сосын кейін тағы бір түркменнің тобы соларға Чаржауды сол шабуға бара жатырмыз дегенде, сіз басшы болыңыз, әскер басы болғанда Сыдық айтады, мен болмаймын дейді. Өйткені ол жорықта жапа шегетін тағы бейбіт тұрғындар болады. Ондай қатыса алмаймын дейді. Ол өзі бірақ құрметпен оны Ауғанстан жеріне шығарып салады түркмендер. Неге? Өйткені қатты қадірлейді. Адал жауынгер, басшы, қолбасшы екендігін олар қадірлейді. Ол неге Ауғанстан жеріне шығып бара жатыр? Ол оған шыққаны Шығыс Түркістанға өтпек болған Ауғанстан арқылы. Шығыс Түркістанда Цин патшалығына қарсы. Онда да енді отарланып келе жатқан халық бар ғой. Қазақтар, Шығыс Түркістан халқы, ұйғырлар бар деген сияқты. Соларға көмекке бар жатыр Сыдық. Сосын андай талан-тараж жорықтарға қатысып қалған. Түркмендер оның адамгершілік қасиетінде, жауынгершілік қолбасшылығында бағалап, оны кәдімгі құрметпен шығарып салады. Солай. Сосын Сыдық енді Шығыс Түркістанда да үлкен күрес ол да баяндалады. Сонда енді мына Қытай әскері бар енді Цин империясының. Сонда ол жараланады ғой. Жараланғаннан кейін сосын ол кәдімгі мәжіліс құрады. Енді азаматтар, жауынгерлер, мен енді бұрынғы Сыдық емес, бұрынғыдай жауға шаба алмаймын, қылыш ұстап сияқты. Мен отаныма қайтам дейді. Отаны оның? Отанына қайтады да, енді отанына қазақ жеріне. Қайтады, қаншама жыл болған жоқ қой, қаншама өскерлік. Сосын еліне келгеннен кейін Сыдық сұлтанды үлкен құрметпен қарсы алады. Өз халқы түгіл, бұнымен кәдімгі бұғымен қарсы соғысқан орыс әкімдігі де адал соғысқандығын бағалайды. Олар кәдімгі оны қуғын емес, әділеттігін. Соны енді шын мәнінде адал соғысқан адам олармен. Енді тек қана Ресейдің әскери техникалық қару-жарақ артықшылығы ғана ғой, әйтпесе Сыдық жеңілмейтін адам. Андай эпизод бар ғой, фильмде де көрсетілді ғой. Шоқан сериясында Сағи ойнаған. Қайсар тұр, Сыдық қарсы. Оқ атылып жатыр оған. Сыдық ешқандай оған реакция бермейді, қарап тұрады ғой. Қарап тұр. Атсаң ат деген сияқты. Онда бар тулары талай жерден Сыдықтың оқ өтіп кеткен, шұқыр өз аман. Мен осылай ер жүректігі енді сұмдық батылдығы. Сосын енді құрметпен қарсы алды, әкімдік отбасын қайтарады Бұхара. Өз өтініш бойынша отбасының ортасында сол Сыдық әрі қарай елдің құрметіне бөленіп, сол 1910 жылы қайтыс болады. Енді ағасы Ахмет бұны жазып отырған, екеуінің арасы жас тетелес қой. Аналары ғана бөлек. Ол енді сол 88 жылы қайтыс болған, 1888. Ал Сыдық 1910 жылы қайтыс болған. 1910. Бұл шығарма арқылы енді көп нәрсе оқылады. Кенесарының күресі баян етілген, оның әскери әдістері деген сияқты. Сосын Кенесары жорығының, қырғыздарға жорығының кемшіліктері де байқалады. Оны ашық айтпаса да ол көрініп тұр. Неге керемет бір кеңесшісі, ақылшысы болған жоқ Кенесарының қасында. Ол жауынгер көсем. Бірақ соны түрлі жағдайларды айтып ескеретін болған жоқ Кенесарының. Ол батырлар болды. Батыр жауынгерлер бәрі тура жауға аттануға шауып кететін адамдар. Енді көбі қырылып қалды ғой. Ақжолтай кім ғана қалды? Шұбыртпалы Ағыбай батыр ғана қалды. Сытылып шыққан. Қалғандары бір қырылып қалды. Енді бұл әрине көнеңке түсірмейді. Әрине қазіргі қазақ-қырғыз қатынастарының тарихына ешқандай бұны ешкімді кінәлауға қазір болмайды. Желідегі ол кәдімгі болған оқиға заманда. Уақыт өтті, басқа жағдай. Барайын деп
ол жаққа кеткен жоқ, мына жақтан қысым көрді, арқа жерден оны қыстырып берді. Қаншама ол тіпті Ресей мемлекетімен де империясымен де соғысқысы келген жоқ. Ол бітімгер, ол тек қана заңды талап етті ғой. Абылай хан заманында еркіндігімізді сақтайық. Мойында хан ретінде деп мойындамады ғой. Қаншама жыл сол үшін арпалысты, дипломатиялық күресте жүргізді, қарсылықта көрсетті деген сияқты. Қолжазбалар жарыққа шыққан бар ма әлі? Бар болғанда мына біз ескерілмеген дүние осы қазақтың ескі жазба тіліндегі қолжазбалар бар. Мына қараңызшы, мына бізде ірі тарихшы болды ғой, мына марқұм болып кетті Ирина Ерофеева, ол мына шығарды, үлкен қос томдықты, үлкен еңбек, «Эпистолярное наследие казахских ханов» деген, сонда бірақ қана қазақ мәтіндері ескі орысша аудармамен ғана берілген. Енді қазіргі аудармасы жоқ. Жоқ аудармалары. Кейбіреулері ғана болмаса. Яғни өзекті дүние. Осы факсимил мынада беріп отыр. Мына осындай дүние өте көп. Қазір бұны енді тарих институты қолға алып отыр. Қазіргі басшысы. Сосын маған да сондай ұсыныс түсті. Осымен енді мына өзі 70-ке толған адамның уақыты алда енді былай шектеулі болады ғой. Соны көру керек болып тұр. Маған біраз дүниені сол қопарып, аударып, жазып, халықтың игілігіне жаратуға зиялы қауым күтіп отыр. Осындай маңызды шаруа алдымызда тұр. Рахмет.